Неге ертегісі. Бұрынғы заманда бір үлкен шаһар болған. Бұл шаһардың ханы болыпты. Шаһар дегеніміз қала. Ол күнде жаман киініп, жай кісі болып, қаланы, базарды аралап жүреді екен. Күндердің бір күні хан базарды аралап келе жатса, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп хан таң қалып, неше күндей мұны сыртынан қарап жүреді. Бұл адам ертеде кеште де бір қалыпта, басына аяғына бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында бір күні хан: "Сен не қылған адамсың?" деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп: "Мен ақыл сатушымын" дейді. "Олай болса, маған бір ақыл сатшы" дейді патша. "Сонда ол құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын." Хан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы: "Не істесең де ойлап істе. Ойламай іс қылсаң, қор боласың" депті. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге, орамал дастарханға дейін жазып қояды. Күндердің бір күні хан шашын алғызатын болып, шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып, ертең келіп, ханның шашын ал деп бұйырады. Ертең ерте шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығыпты. Уәзір: "Шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшысың?" дейді. "Ай тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламын дағы, жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табамын" дейді. Сонда уәзір: "Ей ақымақ, ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мына ұстарамен ал" деп қалтасынан шығарып бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып ханның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: "Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боларсың" деп әр жерге жазылған сөздерді көріп, ішінен: "Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен ханның шашын алайын" деп уәзірдің алтын сапты ұстарасын шетке қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен алады. Мұны көріп хан ішінен: "Бұл ақымақ, алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой. Мұнымен менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін" деп шашын алғызып болған соң, хан: "Дереу жендетті шақырыңдар, мен бұл шаштараздың басын аламын" деп кісілеріне әмір қылады. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын түсінбей қайран қалып тұр еді. Жендет келген соң бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып жалынады. "Ей тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмді айтыңызшы" дейді. Сонда хан: "Сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың ғой. Ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жай ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің бар кінәң осы" дейді. Сонда шаштараз: "Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда, алдымнан бас уәзіріңіз шығып, ханның шашын алуға мына ұстара лайық деп осы алтын сапты ұстараны берді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған 'Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боларсың' деген сөздерді көріп, бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін, ханға бір зиян келтіріп жүрмейін, жаманда болса, үйренген өзімнің ұстараммен алайын деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен алғанымның себебі осы еді" дейді.
Сонан соң хан жасауылдарын жіберіп бас уәзірін шақыртып алдырады. «Мынау ұстараны Шаштаразға сен бердің бе?» деп сұрайды. Сонда уәзір: «Иә, мен бердім» дейді. «Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал» деп хан Шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда уәзірдің жаны шығып қайтыс болып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір ханға қас екен. Оны өлтірмекші болып ұстарасын улаған екен. Мұны көріп хан Шаштаразға дән риза болыпты. Көп алтын, күміс сыйлық беріп үйіне қайтарады. Ханның 1000 алтынға сатып алған ақылы осылайша жанын аман алып қалыпты.